Стенокардия мен миокард инфаркттың айырмашылығы қалай? Жалпы жүректің ишемиялық аурулары екі топқа бөлінеді. Қайтымды, оған стенокардия жатады. Ал қайтымсыз, оған жүректің миокард инфаркты жедел және сонымен қатар жедел коронарлы синдром жатады. Стенокардия кезінде жалпы жүректің өзін қанмен қамтамасыз ететін тәждік артериялардың қабырғасының жалпы атеросклероз нәтижесінде қысылып қалуынан, спазм салдарынан жүректің бұлшықеттеріне қанның баруының қиындауы. Бұл қайтымды процесс не себепті? Себебі нитраттарды қолданған кезде науқастың жағдайы жақсарады. Нитраттарды қолданып коронарлы артерияның қабырғасын кеңейтті, тәждік артериялардың. Жүрекке ары қарай қанның баруы жеңілдейді. Инфаркт кезінде ұзақ жүректің ишемиялық ауруы салдарынан жүректің бұлшықеттеріне қанның баруының қиындайды. Сонымен қатар атеросклерозбен қатар бұл жерде тромб тұрып қалады. Нәтижесінде жүрек